Бұл сабақта в және на предлогтарын өтетін боламыз. В лесу, в коробке, в театре, на море, на уроке, на улице. Ішінде болатын болса, в предлогын қолданамыз. Мысалы, кот в коробке, мысық коробканың ішінде. Ал егер үстінде болатын болса, онда на предлогын қолданамыз. Мысалы, кошка на коробке, мысық коробканың үстінде. Үстінде отыр, үстінде жатыр. Келесі мысал, кот в холодильнике. Мысық холодильниктің ішінде. Холодильниктің ішінде тамақ жеп отыр. На холодильнике. Бұл мысық холодильниктің үстінде жатыр, үстінде отыр. Келесі мысал, в шкафу. Мысалы, киімдер шкафтың ішінде тұр, ішінде жатыр. Ал мына ойыншық шкафтың үстінде деп қалай айтамыз? Игрушка на шкафу деп айтамыз. Сонымен, егер шкафтың ішінде болатын болса, в шкафу дейміз, ал егер шкафтың үстінде болса, на шкафу дейміз. Келесі мысал, в море, на море. Мысалы, балықтар теңіздің ішінде өмір сүреді деп қалай айтамыз? Рыбы живут в море. Теңіздің ішінде жүреді деп айтамыз. В море деп қолданамыз. Келесіде на море. Біз теңіз жағасында демалдық. Мы отдыхали на море дейміз. Сонымен, в море теңіздің ішінде, на море теңіз жағалауында. Есте сақта, в лесу, в парке, в пустыне деген сөздер в предлогын қолданамыз. Ал пляж сөзімен на предлогын қолданамыз. На пляже. Келесі, здание ғимарат туралы айтатын болсақ, онда в предлогын қолданамыз. Мысалы, театрдың ішінде болатын болсақ, в театре дейміз. Ал мероприятие, яғни іс-шара болатын болса, онда на предлогын қолданамыз. Мысалы, на спектакле. Сонымен, театрдың ішінде болсақ, в театре дейміз. Ал спектакльда болсақ, онда на спектакле дейміз. Тағы да бір мысал, жаңағы театрдың ішінде болсақ, в предлогын қолданамыз. Ал егер балетте болсақ, на балете дейміз. Келесі мысал, енді университетке тоқталайық. Университеттің ішінде болатын болсақ, в предлогын қолданамыз. Я в университете. Ал лекция, семинарда болатын болсақ, онда на предлогын қолданамыз. Мысалы, на лекции, на семинаре, на занятие. Мектепке тоқталайық. Мектептің ішінде болсақ, в школе дейміз. Ал экзаменда, сабақта, жиналыста болатын болсақ, онда на предлогын қолданамыз. Мысалы, на экзамене, на уроке, на собрании. Больницаға тоқталайық. Больницаның ішінде болсақ, в предлогын қолданамыз. Ал операцияда болсам, онда на операция дейміз. Поликлиниканың ішінде болсақ, в предлогын қолданамыз. В поликлинике. Ал дәрігердің консультациясындамын десе, онда на консультация дейміз. Кафе, ресторан, клубтың ішінде болсақ, онда в предлогын қолданамыз. Мысалы, в кафе, в ресторане, в клубе. Ал тойда, кездесуде, дискотекада болатын болса, онда на предлогын қолданамыз. Өйткені бұл іс-шаралар. Мысалы, на свадьбе, на встрече, на дискотеке. Есте сақта, адамдар тобынан құралатын болса, онда в предлогын қолданамыз. Мысалы, в группе, классе, в оркестре, в команде. Тағы да есте сақта. Отпуск, командировка, поездка, путешествие туралы айтатын болсақ, онда в предлогын қолданамыз. Мысалы, в отпуске, в командировке, в поездке, в путешествии. Келесі, егер кеңістік жабық ашық болатын болса. Жабық кеңістік болатын болса, в предлогын қолданамыз. Мысалы, кинотеатр, цирк, аптека сөздерімен в предлогын ғана қолданамыз. В кинотеатре, в цирке, в аптеке. Яғни кинотеатр, цирк, аптека бұл жабық кеңістіктен құралған. Сондықтан да біз в предлогын қолданамыз. Ал ашық кеңістікке тоқталайық. Улица, площадь, проспект, дорога сөздерімен на предлогын қолданамыз. Мысалы, на улице, на площади, на проспекте, на дороге. Тағы да бірнеше мысал. Библиотека, общежитие, магазин сөздерімен в предлогын қолданамыз. Мысалы, в библиотеке, в общежитии, в магазине.
Ал мост, этаж, остановка сөздерін на предлогын қолданамыз. Мысалы, на мосту, на этаже, на остановке. Келесі мысалдар: комната, кабинет, аудитория сөздерімен в предлогын қолданамыз. Мысалы, в комнате, в кабинете, в аудитории. Бұл сөздер жабық кеңістікті білдіреді. Ал стадион, рынок, яғни базар, бұл ашық кеңістік. Сондықтан да бұл сөздермен на предлогын қолданамыз. Мысалы, на стадионе, на рынке. Енді вокзал сөзіне тоқталайық. Негізі вокзал сөзін тек қана на предлогымен көбінесе қолданылады. Бірақ егер вокзалдың ішінде, яғни жабық кеңістікте болатын болсақ, онда в предлогын қолданамыз. Ал далада күтетін болсақ, онда на вокзале дейміз. Өйткені на бұл ашық кеңістік, ал в бұл жабық кеңістік. Есте сақта, завод, фабрика, почта, работа сөздері тек на предлогымен ғана қолданылады. Мысалы, на заводе, на фабрике, на почте, на работе. Үшінші, мемлекет, қала, аудан, ауыл сөздерімен в предлогын ғана қолданамыз. Мысалы, в Казахстане, в России, в Астане, в Москве. Ал остров, яғни аралмен тек қана на предлогын қолданамыз. Мысалы, на Кубе, на Кипре. Төртінші, бұл континент сөздерімен тек қана в предлогын ғана қолданамыз. Мысалы, в Африке, в Евразии, в Антарктиде. Ал бағыттармен тек қана на предлогын қолданамыз. Мысалы, на юге, на западе, на востоке, на севере, на юго-востоке деп аталамыз. Деревня, сад сөздерін тек қана в предлогын қолданамыз. Мысалы, в деревне, в саду. Ал дача, родина сөздерін тек қана на предлогын қолданамыз. Мысалы, на даче, на родине. Енді ойынға және музыкалық аспаптарға тоқталайық. Бұл төртінші. Футбол, шахмат, карта сөздері в предлогымен ғана қолданамыз. Играть в футбол, в шахматы, в карты. Ал музыкалық аспаптар, гитара, пианино сөздері тек қана на предлогын қолданамыз. Мысалы, играть на гитаре, играть на пианино. Есте сақта, ай, жыл, ғасыр сөздері тек қана в предлогын қолданамыз. Мысалы, в прошлом месяце, в этом году, в 21 веке, в 24 году, в декабре, в январе, в марте. Ал апта сөздерін тек қана на предлогын қолданамыз. Мысалы, на прошлой неделе, на этой неделе. Сонымен, осы сабақта біз в және на предлогтарының айырмашылығын және ережеге бағынбайтын мысалдарды қарастырдық. Менімен бірге болғандарыңызға көптен көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше.